Италияда түгел жасанды интеллект жазған алғашқы газет жарық көрді. Il Foglio басылымы журналистерді қатыстырмай тұтас бір нөмірді жарыққа шығарды. Газеттегі барлық материал, мақалалар, тақырыптар, оқырман хаттары мен астарлы әзілдер жасанды интеллекттің жұмысы. Il Foglio AI деген арнайы нөмірі 18 наурызда жарық көрді. Редакция тек сұрақ қойған, ал мәтіндерді түгелдей нейрожүйе дайындаған. Бас редактор Клаудио Чераза бұл эксперимент арқылы жасанды интеллекттің журналистикаға қалай әсер ететінін көрсеткіміз келді дейді. Газеттің бас бетінде Дональд Трамп пен оның италиялық жақтастар туралы мақала шыққан. Сондай-ақ Владимир Путин Италия экономикасы мен ситуациялық қарым-қатынас жайлы психологиялық сараптама жарияланған. Алайда бұл нөмірде сарапшылар пікірі де, сұхбатта нақты адамдардың айтқан сөзі де жоқ. Соңғы бетте оқырмандардың сұрағына жауап жазылған. Жасанды интеллект адамдарды жұмыссыз қалдырмай ма деген сұраққа жиі керемет дүние. Бірақ оның қолынан тіпті кофеге тапсырыс беру де келмейді деп жауап берген. Басылым дәстүрлі журналистикадан толықтай бас тартпайды, бірақ осындай тәжірибені жалғастыруды жоспарлап отыр. Жасанды интеллект болашақта журналистерді алмастыра ала ма? Қалай ойлайсыз?